Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік және жұмсақ болып пісетін балды торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Нағыз біздің балалық шағымыздағыдай торт. Қорждарын алдын ала пісіріп алып, тоңазытқышта бірнеше күн сақтауға әбден болады. Асты қалың темір кастрюляға жұмыртқа, шымшым тұз және қантымызды салып, миксермен бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бұл тортқа табиғи дәмді, өзіңізге ұнайтын балды қолдансаңыз дәмді болып шығады. Бал және сары майды қосып, баяу отқа газға қоямыз. Массамызды үзбей тоқтаусыз араластырып отыру керек, әйтпесе жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін, немесе массамыз кастрюляның астына жабысып қалады. Қайнағанша араластырамыз, бірақ қайнатпаймыз. Ас содасын салып, жақсылап араластырамыз, массамыздың көлемі үлкеюі мүмкін. Осы ыстық күйінде ұнымызды біртіндеп кастрюлямызға саламыз да араластырамыз. Араластыру қиындай түскен кезде қалған ұнымызды үстелдің үстіне қойып, қамырымызды сонда илейміз. Рецепте көрсетілгеннен көп ұн салуға кеңес бермеймін. Қамыр жұмсақ, жабысқақ болып көрінуі мүмкін, бірақ тоңазытқышта тұрғаннан кейін өзі қатаяды. Қамырды осы күйінде тоңазытқышқа салып қоюға болады, бірақ мен алдын ала бөліп аламын. 6, 8 немесе 10 бөлікке бөлуге болады. Мен 10 бөлікке бөлемін. Сонда қамырымыз жұқа болып, кремі жақсы сіңетін болады. Тәрелкемізге ұн сеуіп, бөліктерді домалатып, үстіне ас пленкасын салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямын. Қамыр тоңазытқышта 1 сағат тұрды. Пергаменттің үстіне ұн сеуіп, бір-бірлеп қамырларды жұп-жұқа қылып жайып шығамын. Тәрелкемен немесе кольцомен керекті домалақты кесіп аламыз. Менің кольцомның диаметрі 20 см. Ортасындағы коржды шанышқымен тесіп шығамыз. 170 градуста қызып тұрған пеште 3-5 минуттай пісіреміз қызарғанша. Бір корж пісіп жатқанда қалғандарын жая беруге болады. Корждар пештен енді шыққан кезде жұмсақ болады, бірақ бірнеше минут суығаннан кейін қатаяды. Шеттерін әсемдеуге қолданатын боламын. Суыған корж пергаменттен өте оңай алынады. Бұл тортқа қалаған кремді қолдануға болады. Заварной крем жасауға болады, немесе тек қана қаймақтың өзінен жасауға болады. Мен бүгін кілегей және қаймақты қолданатын боламын. Тоңазытқыштан жаңа шыққан салқын кілегейдің үстіне қант ұнтағын салып, миксермен араластырамын. Үстіне қаймақты салып, жақсылап араластырып аламыз. Корждардың үстіне кремді бөліп шығамыз. Торттың жанына жағу үшін кішкене крем алып қаламыз. Подложка немесе тәрелкені ластамау үшін айналасына осылай пергамент қойып аламын. Астына кішкене крем жағып, корждарды бір-бірлеп орналастырамын. Қалған кремді торттың жанына жағып шығамыз. Корждардың айналасындағы бөліктерді блендермен немесе пакетке салып, оқтаумен майдалаймын. Тортты қалауымызша әсемдеуге болады. Мен классикалық түрмен әсемдейтін боламын. Үгітінділерді торттың үстіне және жан-жағына жабыстырып шығамын. Астындағы пергаментті абайлап алып тастаймын. Тортты ең кем дегенде
4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Менің тортым тоңазытқышта бір түн тұрды. Кремі жақсы сіңіп, өте дәмді, өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда кездескенше.